Сәлем достар, бүгін өте маңызды, кейде өмір мен өлімнің арасында шешуші рөл атқаратын жағдай анафилактикалық шок туралы сөйлесеміз. Бұл жай ғана аллергия емес, бұл ағзаға бірнеше минутта дамитын жедел аллергиялық реакция. Ол тынысты тоқтатып, жүрек жұмысын әлсіретіп, адамның өміріне өте қауіп төндіреді. Ең бірінші анафилаксиялық шок дегеніміз не? Сол туралы біле кетейік. Яғни бұл иммундық жүйенің шамадан тыс реакциясы. Шамадан тыс. Яғни біздің ағзамызға зиянсыз затты, мысалға дәрі, араның уы, тамақ өнімін қауіп деп танып, оған қарсы соғыс болады. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Мысалы, дәрі бір укол бергенде, немесе ара шағып кеткенде, немесе белгілі бір тағамдарды жеген жағдайда біздің организміміз қарсы жауап беріп, яғни оған война шығарады, яғни соғыс бастайды. Осының нәтижесінде иммундық жүйе шамадан тыс реакция береді. Иммундық жүйе көп мөлшерде гистамин бөледі. Бұның нәтижесінде тамырлар кеңейеді, қан қысымы күрт төмендейді, тыныс жолдары тарылып, ісіну пайда болады. Адам бірнеше минутта есінен танып, тіпті тынысы тоқтап қалуы да мүмкін. Бұның негізгі себептері, яғни анафилаксиялық шокты туғызатын негізгі факторлар, бұлар біріншісі дәрілер. Яғни көбінесе антибиотиктер деп жатамыз. Олардың ішінде пенициллин, цефтрексон сияқты антибиотиктер, сонымен қатар дәрілік препараттарға новокаин, аналген сияқты және тағы да басқа дәрілік препараттар жатады. Екіншіден, бұл жәндік шағуы, яғни оның ішінде араның, маса, көбелектің улары. Осының нәтижесінде анафилаксиялық шок пайда болуы мүмкін. Келесі, бұл тамақ өнімдері. Көбінесе аллергия тудыратын бұл бізде бал, жаңғақ, балық, теңіз өнімдері, сүт, жұмыртқа. Және төртіншісі бұл вакциналар мен неше түрлі сарысулар, және бесіншісі латекс пен химиялық заттар. Анафилаксиялық шоктың негізгі белгілерін айтатын болсақ, яғни бұл шок кенеттен басталады. Кейде дәрі егіліп болғаннан кейін бірнеше секундтың ішінде пайда болады. Яғни негізгі белгілеріне тоқталатын болсақ, бұл тыныстың тарылуы, кеуденің қысылуы болады, бет пен мойынның ісінуі, яғни квинке ісінуі деп айтамыз ғой. Осындай ісіну болады. Қатты әлсіздік, бастың айналуы болады, жүрек соғысының жиілеуі болады, яғни тахикардия, терінің бозаруы мен қызаруы, яғни бледный болып кетеді, немесе қызарып покраснение пайда болады. Дыбыстың қарлығуы, қан қысымының күрт түсіп кетуі, яғни дыбыстың қарлығуы деп отырғанымыз тыныстың тарылуына байланысты дыбыс қарлығады, қан қысымы күрт төмен түсіп кетеді, яғни гипотония болады, кейде естен тану мен құсу, ұстама, яғни судоргаға дейін алып келеді. Ең қауіптісі бұның ішінде тыныстың тоқтауы мен жүректің соқпауы ең қауіпті, яғни бұл өлімге алып келеді. Алғашқы көмек. Осы алғашқы көмек бұл анафилактикалық шок кезінде негізгі әрбір секунд маңызды болып келеді. Яғни көмек кезінде әрбір біз әрекетті қадам-қадам бойынша жасаймыз. Шок кезіндегі шұғыл көмек ретінде ең бірінші науқасты біз Тренделенбург қалпына келтіруіміз қажет. Яғни бұл аяқ басын көтерген күйде басын бүйіріне қаратып, тілін артқа кетуін алдын алу үшін, асфиксия, құсу массаларымен аспирация болдырмау үшін төменгі жақты алға тарту. Таза ауаның келуін қамтамасыз ету керекпіз. Одан кейін барып оксигенотерапия жүргізіледі. Ағзаға аллергендердің ары қарай түсуін тоқтату. Яғни аллергендерді парентеральды енгізу кезінде аллерген енгізген жердің жоғарғы бөлігіне артерияны қыспайтын етіп 30 минутқа жгут саламыз.
әр 10 минут сайын жгутты 1-2 минутқа босатып отыруымыз қажет. Крес тәрізді инъекция орнына, яғни шағу орнына 0,18% эпинефрин ертіндісін 0,15 мл-ден 5 мл изотониялық ертінді натрий хлоридінің 5 мл және де мұз қоямыз. Бірінші емдік тағайындау керек. Аллергенді медикаменттерді мұрын қуысына тамшылату және конъюнктиваны сумен жуу керек. Аллергендерді пероральды қабылдағанда науқастың жағдайы көтерсе, асқазанды жууымыз керек болады. Келесі шоққа қарсы әрекеттер. Яғни бұл біріншіден бұлшық етке тез арада егу. Бұған біз эпинефрин ертіндісін 0,3-0,15 яғни 1 мл аспауымыз қажет. Осыны енгіземіз 5-20 минут аралығында. Артериялық қан қысымын бақылап отырамыз. Антигистаминді препараттар 1% дифенгидрамин ертіндісін 1 мл аспау қажет. Және де пипалфен қабылдауға қарсы көрсеткіш айқын гипотензивті әсер болу қажет. Инфузиялық терапия 0,19% натрий хлориді ертіндісін 1 литрден аз болмау қажет. Қан тамыр ішілік көлемді қайта қалпына келтіру үшін, яғни біз науқастың давлениесі төмен түседі деп айтқан болатынбыз. Алғашқы 10 минут ішінде гемодинамика тұрақтылығы жойылғанда шоктың ауырлығына байланысты қайталап коллоидты ертінді 1-4 мл кг/на минутына енгізуіміз қажет. Инфузионды терапия жылдамдығы және көлемі артериялық қан қысымының жоғарылауымен және де қан тамырларының өзгерісіне байланысты науқастың жағдайының жақсаруымен анықталатын болады. Аллергиялық ем көктамыр ішіне преднизолон 90-150 мг енгізіледі. Симптоматикалық емдердің ішінде тағы да бізге брадикардия дамитын болса, біз онда бұл кезде атропин ертіндісін енгіземіз 0,15 мл тері астында. Сонымен қатар бронхоспастикалық синдром кезінде аминофилин енгіземіз. Бұл бізде 1 мл-ден енгізілуіміз қажет. Сонымен қатар ингаляция ретінде бета-адреномиметиктер, сальбутамол, небулайзер арқылы енгізетін боламыз. Міндетті түрде барлық уақытта тыныс қызметін, жүрек қан тамыр жүйесінің жағдайын, жүрек жиырылуын және артериялық қан қысымын өлшеп отыруымыз қажет. Дәрігер келгенше не істеуге болмайды? Науқасты отырғызуға немесе тұрғызуға болмайды. Қысым мүлде түсіп кетеді. Су, дәрі, тамақ беруге болмайды. Аллерген қайталап түспеуі керек. Яғни аллергенді біз тоқтатып, оны қайтадан бермеуіміз қажет. Алдын алу және бақылау бойынша, егер бұрын анафилаксиялық шок болған болса, әрқашан адреналин автоиндикаторы, мысалға айтқан кезде эпипен бар ғой, осыларды өзімен бірге алып жүру қажет. Дәрігер аллергияң туралы медициналық білезік немесе карточкада көрсетіп отыру қажет. Жаңа дәрі қабылдамас бұрын дәрімен міндетті түрде танысып, дәрігермен кеңесу қажет. Балалар немесе емізетін аналарда қауіп бар болса, онда балалар және емізетін аналарда қауіп бар. Сондықтан вакцинация, антибиотик, дәрумен қолданар алдында ескертулер қажет болып келеді. Анафилактикалық шок бұл тез дамитын, бірақ уақытында көрсетілген көмекпен алдын алуға болатын жағдай. Әрбір адам адреналиннің өмір сақтайтынын білу қажет. Ал дәрігер ретінде мен айтарым, адамның өмірі кейде тек 30 секундпен сенің сабырлығыңа байланысты. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Алда сіздерге өте қызықты тақырыптар болады.